Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Әзірет Сұлтан мешіті ұсынады. Жұма күнгі уағыз. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин, тумма амма ба'д. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли вахлул уqдатан мин лисани яфқаху қаули. Аллахумма арина ал-хаққа хаққан варзуқна иттиба'a ва арина ал-батила батилан варзуқна ijтинаба. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұхтарам жамағат, Аллах субхана тағала бүгінгі қасиетті жұма күні атқарып жатқан құлшылықтарымызды қабыл етсін. Шәуәл айының басында ұстап жатқан сүннет шәуәл оразаларымызды Аллах тағала қабыл етіп, бір жыл ораза ұстаған ажыр сауабын жазсын иншаллах. Ислам діні адам баласының бақыты үшін, адам баласының пайдасы үшін, адам баласының игілігі үшін түскен дін екені ақиқат. Ислам діні ақылға қонымды, адам баласының жан дүниесіне жақын, ғылымға сүйенген дін. Ислам дінінің, мұсылманшылдықтың әрбір қағидасы, әрбір ережесі ол ілімге сүйенген қағидалар екен. Ислам діні кез келген адам баласының осы дүниесіне, немесе арғы дүниесіне пайда келтіретін ілімге есігін айқара ашады. Қай сала болмасын. Осы дүнияуи ілім болсын, оның ішінде дәрігерлік болсын, заңгерлік болсын, кез келген ілім бір шартымен адам баласының игілігі үшін оқылып жатқан ілім болса, ислам діні оны қолдайды және де есігін айқара ашады. Тіпті қасиетті Құранның алғашқы аятының өзі осы ілімге байланыстырылып түскен екен. Біз Аллах тағалаға құлшылық жасауға бұйырылсақ та, бірақ та сол құлшылықты іліммен білу арқылы, тану арқылы жасауымыз алғы шарттың бірі екен. Ең алғашқы аят Алақ сүресінің аяты, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ. Оқы деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Өзіңді жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адам баласын ұйыған қаннан жаратқан Алланың атымен оқы. Ұлы болған Раббыңның атымен оқы. Адам баласын қаламменен үйреткен, білмеген нәрселерін үйреткен Раббыңның атымен оқы деп бірнеше рет қайталады. Осы аяттың тәпсірінде Аллах субхана тағала адам баласын ең бірінші білуге, үйренуге, тануға шақырып жатыр. Демек, осы аяттың мағынасынан дін исламды, Алла тағаланың кітабын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сара жол сүннетін біз іліммен, ұстазбен алуымыз керек екені аңғарылады. Ұстазбен алуымыз шарт екені белгілі болады. Сондықтан құрметті жамағат, ислам діні ең бірінші ол ілімге шақырады. Сондай ілім іздегендерді, ілімге берілгендерді Аллах субхана тағала Құранда бір емес бірнеше жерде олардың дәрежесі жайлы, олардың ақыреттік азығы жайлы айтып кеткен еді. Сол сүренің бірінде, сол аяттың бірінде, Мужадала сүресінің 11-ші аятында Аллах тағала айтады:
Ярфауллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Алла тағала сіздердің іштеріңізде өзіне иман келтіргендердің, сонымен қатар ілім берілгендердің дәрежесін көтереді дейді. Демек, ілім алу, үйрену бұл дәрежені көтеретін нәрсе екен. Бақара сүресінде Алла субхана тағала періштелерге мен жер бетінде орынбасар болатын, жер бетін басқаратын бір жаратылыс жараттым дейді. Сол кезде періштелер, әлемдердің Раббысы тағы да жер бетінде қан төгетін, бұзықтық жасайтын қауым жаратпақшысың ба дейді. Өйткені риуаяттарда адам баласы жер бетіне келмей тұрып жындар билеген дейді. Олар бұл жер бетінде бұзақылық жасап, Аллаға бойсынбағандықтан Аллах тағала олардың көзін жойған деген риуаят бар. Соған сүйеніп, тағы да бұзақылық қауым жаратпақшысың ба дегенде, Алла тағала мен сендер білмеген нәрсені білушімін деп адам баласына бүткіл әлемнің аттарын жаттатып, періштелерге соны айтып беруге бұйырғанда, адам алейхиссалам өзінің ілімдігін періштелердің алдында дәлелдейді. Оны баршаңыз білесіздер. Сол кезде Аллах субхана тағала барлық періштелерге адам алейхиссаламға құрмет ретінде тағзым жасап сәжде қылыңдар дейді. Бұл аяттың тәпсірлерінен түсінетін нәрсеміз, адам баласының басқа жаратылыстардан артық болып тұрғаны оның ақылы мен сауаттылығында екен. Адам баласы қашан өз ақылын дұрыс пайдалана білсе, сауатын аша білсе, көзі ашық болса, ол тіпті ғұлама дәрежесіне жетіп, періштелердің де дәрежесінен жоғары болады екен. Аллах субхана тағала Зумар сүресінің 9-шы аятында Құл хәл ястауи ллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Пайғамбар, адамдарға айт, білгенмен білмегендер тең ба дейді. Яғни Алла тағаланың алдында ілім алғандар мен ілімсіз болғандардың айырмашылығы жер мен көкте екені осыдан аңғарылады. Бұл аяттардың бәрі ілім алуға біздерді, ілім алудың Алланың алдында дәрежесі, ілім алушының Алланың алдында дәрежесі жоғары екендігін, оның көп сауапқа кенелетіндігіне біздерге нұсқау береді. Қазақ атамыз жақсы бір сөзі бар: білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні кәріп дейді. Яғни, сауаты бар адам бұл дүниенің кез келген алдау арбауына, адасуына, қателесуіне түсе бермейді екен. Өйткені оның бойында қасиетті бір нәрсе бар. Ол ілімділік, сауаттылық екен. Тіпті Алла тағалаға шынайы құлшылыққа жеткізетін, Алладан шынайы қорқуға жеткізетін, шынайы имандылыққа, тақуалыққа жеткізетін, ол тек қана іліммен болады екен. Құранда Аллах субхана тағала Фатыр сүресінде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама. Ақиқатында Алла тағаладан шынайы қорқатындар, мен Алладан қорқамын деп шынайы, шын жүрекпен қорқатындар, олар ғұламалар дейді. Яғни, ілім, кез келген ілім, ол ақыреттік ілім болсын, дүнияуи ілім болсын, бір Алланың барлығына, бір Алланың бірлігіне, яғни бір екендігіне, өзі жаратылған нәрсе екендігіне,
уақытша нәрсе екендігіне жеткізсе, сол пайдалы ілім болады екен. Мейлі ол дін ілімі болсын, дүнияуи ілімі болсын. Адам баласы дін ілімін оқып, ақиқатты табу керек. Ол Алла жалғыз, ақырет күні бар, бұл өмір жалған, жақсы мен жаманды айырып өту керек екен. Ал дүнияуи ілім оқығанда, әрбір ілімнің артына түскен уақытта соның иесі осы ілімді жаратқан, осы әлемді шебер етіп жаратқан бір нәрсе бар деген тұжырымға келсе, ол Алла тағала деп сол нәрсеге тамсанып мойындаса, бой сұнсанса, онда ол дүнияуи іліммен де үлкен сауапқа кенеледі екен. Дүнияуи ілім демекші, ғұламаларымыз ілімді екіге бөліп қарастырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Анас ибн Маликтен келген хадисте «Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин» дейді. Ілімді талап ету әрбір мұсылманға парыз амал дейді. Сондықтан қазақ атамыз ілімді тал бесіктен көр бесікке дейін ізде дейді. Тағы да бір сөзінде, тірлікте ілім үйрен, көріп жүріп, әр жақсының артынан еріп жүріп дейді. Бұл жерде жалпы ілімді айтып жатыр. Оның ішінде дін ілімі де, дүнияуи ілімі де. Ислам діні екеуінде ілім алуға шақырады, екеуінде үйренуге шақырады. Басқа діндерде кейбір ілімдерді үйренуге тыйым салады. Орта ғасырларда осы медицина ілімін негізін қалаған мұсылман ғалымдар болған. Адам баласына ота жасау сияқты мәселелерде мұсылмандар ең бірінші мәселені қозғап, соны іс тәжірибеге асырғанда, басқа дін өкілдері жабайылықпен шошып қарап, мұсылмандар адамның денесін кесіп жатыр деп таңырқап, теріске шығарып қараған екен. Бірақ ислам адам баласына пайда келтіруге арналған ілім болса, оны қолдау деген қағидамен бұның бәріне есігін айқара ашты. Демек, ілім екі түрлі болады. Дүнияуи ілім, ақыреттік ілім. Екеуінде алу парыз. Дін ілімінде адам баласы өзінің жаратушысы кім? Тану керек. Алла тағаланы тану керек. Жаратылуындағы мақсаты не? Бұл дүниеге не үшін келді? Ана дүниеге немен қайту керек? Бұл дүниеде немен өткізу керек? Не нәрсе адал, не нәрсе арам? Не нәрсе пайдалы, не нәрсе зиянды? Не нәрсе парыз? Осы нәрсенің бәрін үйрену, ол әрбір мұсылманға, ақыл есі дұрыс болған мұсылманға парыз екен. Намаз парыз болса, намазды қалай оқып үйрену парыз дейді ғалымдар. Бір адамға ораза парыз болса, оразаны қалай ұстап үйрену парыз дейді. Бір адамға үйлену парыз болса, үйленсе, отбасын қалай тәрбиелеп өсіруді үйрену ол да парыз дейді. Ал енді бұл барлық мұсылманға бірдей бекітілген парызы айын ілімдері. Ал дін ілімін терең оқу, ақида ілімін терең оқу, араб тілін терең оқу, фиқ ілімін, тәфсір, хадис ілімдерін терең оқу, ол да парыз. Бірақ ол парыз кифая екен. Парыз кифая деген сөз, осы арамыздан сол ілімді басқа адамдар оқыса, келесі басқа біреулеріміздің мойнымыздан түсетін ілім екен. Әр қайсымызға дінді терең оқу парыз емес. Бірақ белгілі бір мөлшерде
әр адам өзінің дінін білу ол парыз екен. Сол сияқты дүнияуи ілім, мысалға медицина ілімі парыз ілім, оны оқып үйрену керек. Бірақ ол парыз кифая ілім екен. Арамыздан бір адам немесе біраз адамдар сол ілімді игеріп қоғамға пайдасын келтірсе, онда басқамыздың мойнымыздан түседі. Ал егер де ол ілімді ешкім игермесе, ол ілімге мән бермесе, сол қоғамның басшылығы, сол қоғамның адамдары бәрі Алланың алдында жауапқа тартылады екен. Өйткені Алланың берген ілімін игермегендіктен. Жалпы дін ілімін үйрену, Құран ілімін үйрену, сауап пен күнәнің арасын ажыратуды үйрену, адал мен арамның арасын ажыратуды үйрену, бұл ілім түрі ең қасиетті ілімдердің қатарында екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Тирмизиде келген хадисте айтады: кімде-кім Алла разылығы үшін ілім жолына шықса, ілім үйренсе, Алла тағала оның жәннатқа баратын жолын жеңілдетеді дейді. Сондықтан мынау Алла разылығы үшін оқу, медреселерде оқу, Құран жаттау, адамдарға жақсылықты жеткізуді, жамандықтан қайтаруды үйрену ең сауапты құлшылықты амалдардың бірі дейді. Тіпті адам баласы дүниеден өткенде де алған ілімі ақыретінде пайда береді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Иза мата ибну адам инқата амалуху илля мин салас». Адам баласы дүниеден өтсе, амалының бәрі тоқтайды, 3 амалы барып тұрады дейді. Бұл хадисті көпшілігіңіз білесіздер. Біріншісі садақатун жария, жария жасаған садақасы, халыққа көрсеткен жақсылығы. Екіншісі илмун юнтафау бихи, адамдар пайда алатын ілім қалдырса. Үшіншісі валадун солихун яд'у лаху, тәрбиелі иманды ұрпағы болса, артынан әкесіне, не шешесіне, немесе ата бабасына сол иманды ұрпағы дұға жасаса, артынан сол барып тұрады дейді. Осы 3 амалды біз өмірімізде жасап өтуіміз керек. Халыққа игілігіне жарайтын садақа жария жасауымыз керек. Ол қолымыздан келмесе, ілім алып, кітап жазып, шәкірт оқытып кетуіміз керек. Ол да қолымыздан келмесе, белімізден шыққан баламызды, ұрпағымызды, иманды, ешкімнің алажыбын аттамайтын, тәлімді, тәрбиелі ұрпақ қып өсірсек, сол ұрпағымыз біздерге дұға жасаса, ана дүниеміздің азығы болар екен иншалла. Сондай мақалдар бар: білімді өлсе, қағазда аты қалар. Ұста, шебер өлсе, істеген, жасаған заты қалар дейді. Сондықтан кітап жазып кеткен, ол кітабы адамдардың өміріне, тәлім тәрбиесіне, қоғамға пайда берсе, ол бір жасаған садақамен бірдей екен. Али радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабиы, ілім мен дүниені салыстырыпты. Әл-илму хайрун минал мали. Ілім, ғылым дүниеден, мал мүліктен артық қайырлы. Өйткені әл-илму яхрисука ва анта тахрусул мал дейді. Ілім сені қорғайды, сақтайды. Керісінше мал дүниені сен қорғап сақтайсың дейді. Мал дүниеңізді қорғамасаңыз, бір сенімді жерге қоймасаңыз, қарап жүрмесеңіз, қараусыз қалған мал дүние жоққа айналады. Ал ілім керісінше бізді қарап жүреді екен. Бір нәрсені таңдауымызда, бір жолға түсуімізде, біздің бойымыздағы іліміміз біздердің қолымызда ұстаған шам шырағымыз сияқты жол көрсетеді екен. Мына істейін деп жатқан нәрсең дұрыс, мына
істейін деп жатқан нәрсең дұрыс емес, мына ісің сауапты, мына ісің күнә болады деп әр нәрседе ілім біздерді адасуымыздан, қателесуімізден сақтап отырады екен. Екінші айтады: «Әл-илму язку алал амали вал малу танқусуху нафақа». Ілім амал жасауменен, ілімді үйретуменен арта береді дейді. Сабақ берген сайын іліміңіз арта береді. Білгеніңізге амал жасай берген сайын біліміңіз арта береді. Ілім көбейе береді екен. Ал дүние жұмсалған сайын азаяды дейді. Ілім жұмсалған сайын көбейеді, дүние жұмсалған сайын азаяды дейді. Сондықтан ілімнің дүниенің алдында үлкен дәрежесі, сауапты амал екені осыдан аңғарамыз. Имам Шафиғи айтады: «Лайса ба'дал фараиди афдалу мин талабил илми». Аллах Субхана Тағаланың парыз еткен құлшылықтарынан кейінгі ең маңызды парыз амал ол ілім іздену дейді. Ілім іздену. Осы ілім мәселесінде жоғарғы уағызымызда, әңгімемізде айттық. Ілімнің жалпы дін исламмен егіз екендігі, ислам діні іліммен болатындығын аңғардық. Сонымен қатар ілім іздену, дінге іліммен келу, біліп келу, ұстазбен келу, ол дін біздің ақыреттік азығымыз екендігін аңғардық. Ал бірақта бұл дінге, ислам дініне, тіпті кез келген салаға ілімсіз бару, ол адам баласына келетін қасірет екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде: «Инна хазал илма динун фанзуру амман таъхузуна динакум». Бұл діндерің үлкен ғылым дейді. Сондықтан бұл дінді алып жатқан адамдарының қандай екеніне мән беріңдер дейді. Қазақта жақсы сөз бар: ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді. Осы дін ілімінде әсіресе біздің ұстаздарымыздың дұрыс болуы, оқыған кітаптарымыздың дұрыс болуы ұстаған дініміздің дұрыстығына кепіл болады екен. Осы күнде дін ілімін ұстазсыз алатындар көбейді, құрметті жамағат. Бір мәселені өздері намаз оқығандарына 3 ай, 4 ай болған үлкен ғұламалар қозғайтын мәселелерді қозғап сөйлеседі. Өте ілімсіз сөйлейді. Мына нәрсе дінде харам дейді, мына нәрсе дінде ширк дейді, бидғат дейді. Бірақ бұны қайдан алып атсын? Бұл қай жерде айтылған? Құранда айтылған ба, сүннетте айтылған ба? Қай ғалым айтқан десеңіз, білмеймін, солай естігенмін дейді. Бұл нағыз адасушылық екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: адам баласы өтірікші болам десе, естіген нәрсесін айта берсін дейді. Сондықтан дін мәселесінде әсіресе естіген нәрсені айта беру, ұстазсыз бір нәрсені үйрену, бір жерден оқып ала салу, ғаламтордан көре салу, соны біреуге солай деп жеткізу, ол дінде қауіпті нәрсе, құрметті жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Әл-илму бит-тааллум». Ілім ол тәлім алумен, ұстаздың алдында отырумен деді.
сол кезде ол дұрыс ілім болады екен. Әл-Фараби бабамыз айтады, тәрбиесіз берілген ілім адам баласына жасалған, яғни адамзатқа жасалған қиянат дейді. Тәрбиесіз ілім деген не? Өзі оқып алу, өз білгенімен жүру, оқыған нәрсесін өз тұжырыммен бекітіп амал жасау. Бұның бәрі осы қасіретке алып барады екен. Осы күнде біз жас мемлекетпіз. Тәуелсіздігімізді алғанымызға 25 жыл-ақ болды. Жарты ғасырдың жартысы ғана болды. Аллаға шүкір. Бірақ тәуелсіздік алғаннан кейін біз дүнияуи ілімді де, діни ілімді де сырттан алып жатырмыз. Олардың біздерге жағымды әсерімен бірге жағымсыз теріс әсерлерде келіп жатқаны жасырын емес. Сондықтан құрметті жамағат, біздің халқымыздың ұлттық идеологиямыз болу керек. Баланы ілімге салмастан бұрын оның бойына тал бесіктегі тәрбиесін құюымыз керек. Әл-Фараби бабамыздың айтып жатқаны осы. Өкінішке орай, ағылшын оқимыз деп ағылшын болып кетіп жатқандар бар. Дін оқимыз деп араб болып, түрік болып кетіп жатқандар бар. Бұл біздің болашағымызға, келешегімізге, ұрпағымызға өте қауіпті. Сондықтан балаға білімді берместен бұрын оған тәрбие беру керек. Сол кезде ол шыққан шетелінен керегін алып, керек емесін сол жаққа қалдырып кетеді. Өйткені оның бойында рухани тәрбиесі бар, өзінің танымы бар, өзінің кім екенін, қандай ұлт екенін, өзінің қандай дәстүрі бар екенін, өзінің қандай тарихы бар екенін біліп барған бала ол жақтан тек қана біздерге жақсы нәрсе алып келеді. Бұрынғы ата-бабаларымыз балаларына қалай ілім берген? Ең бірінші, қолынан жетелеп ауылдың молдасына барған. Кез келген зиялыларымызды алып қараңыздар. Абайды алыңыз, Шәкәрімді алыңыз, Машһүр Жүсіпті алыңыз, Ахмет Байтұрсыновты алыңыз, келген біздің зиялыларымызды Алаш жұртының белгілерінің бәрін алып қарасаңыздар, ең бірінші олар молдадан хат таныған дейді. Әрине, кеңестік дәуірде молдадан хат таныған, жазу ғана үйренген деп жаба салды. Бірақ негізінде сол жерде олар өздерінің кім екенін таныды. Өздерінің мұсылман екендігін, мұсылманның ішінде қай бағытта сүнниттер екендігін, оның ішінде ханафи мазхабында екендігін, сонымен қатар өзінің дәстүрі қандай екендігін, тарихы қандай, шежіресі қандай, соның бәрін сол мешіт медреседе олар үйреніп шықты. Содан кейін біреусі Орынборда ілім алды, біреусі Мәскеуде ілім алды, біреусі Бұхар асып діні оқыды. Бірақ олар барып орыс болып келген жоқ, немесе барып басқа ұлт болып, араб болып, түрік болып келген жоқ. Олар барып керегін алып келді. Өйткені ата-бабаларымыз оларға жас кезінде саналарына құйды. Сондықтан қазақта айтады, жас бір кезде алған ілім тасқа басқан таңбадай дейді. Кәрі кезде алған ілім құмға жазған жазбадай дейді. Жас кезінде біз ұрпақтарымызға, өсіп келе жатқан ұл қыздарымызға дұрыс нәрсені үйретсек, олар кез келген ұлтпен араласса да, кез келген қоғаммен араласса да,
олардың керегін алып, керек емесін өздеріне қалдырады. Ақылды, жөні түзу ұрпақ болады. Сондықтан құрметті жамағат, ілім деген кезде біз осы нәрсені ұмытпайық. Отан отбасынан басталады дейді. Әрқайсымыз отбасымызда балаларымызға, арттан ілескен іні қарындастарымызға өзіміздің ата-бабамыздың жолын айтып отыру керек. Өзіміздің тарихты айтып отыру керек. Өзіміздің салт дәстүрді айтып отыру керек. Өзіміздің тұлғаларды айтып отыру керек. Керек десе соларды жаттату керек. Керек болса соларды жаттату керек. Өйткені сол жаттаса, соны тұлға деп өседі. Соған еліктеп өседі. Соның бойындағы қасиетті, соның бойындағы сипатты өзіне сіңіріп үйренеді. Сол кезде біздің болашағымыз жарқын болады екен, құрметті ағайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Инналлаха ла яқбидул илма интизаан янтазиуху минал ибади, валакин яқбидул илма биқабдил улама». Алла тағала бір қауымнан ілімді алатын болса, ақыл ойларынан, көкіректерінен суырып алмайды дейді. Арасындағы ілімді болып жүрген ғалымдарға ажал жібереді дейді. Ғалымдар, ілімділер, шынайы зиялылар бұл дүниеден кеткеннен кейін надандар көбейеді дейді. Ілімді сымақтар, дүмше молдалар көбейеді. Ақиқатында не болады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ешқандай ғалым қалмайды. Сол кезде адамдар ілімсіздерден сұрайды дейді сұрақтарын. Олар қате фатуа береді, қате бағыт береді. Нәтижесінде өздері адасады, басқаларды да адастырады дейді. Сондықтан құрметті жамағат, қазір сол қоғам келіп қалды. Біз кез келгеннен ілім алмауымыз керек. Өзіміздің 12 ғасырдан бері қалыптасқан діни мектебіміз бар. Біз сунниттерміз, оның ішінде Абу Ханифа мазхабындамыз, ақида ілімінде Матуриди ақидасындамыз. Біздің ата-бабаларымыз, жырауларымыз, батырларымыз бәрі осы сенім мектебімен дінді ұстап келген. Біз соны үйренуіміз керек. Сол кезде біз мынандай надандардың артына ілесіп кетуден сақ боламыз. Сондықтан құрметті жамағат, Аллаға шүкір, қазіргі таңда бұл дін іліміне елбасымыз, үкімет, муфти хазірет бәрі жақсы көңіл бөліп жатыр. Орта Азияда жоқ, Ислам университеті Қазақстанда бар. Оннан аса діни басқармаға қарасты медреселер бар. Әрбір мешітте 1 жылдық, 2 жылдық сауат ашу курстары бар. Алла тағаланың осы берген нығметін бейбітшілік күнді пайдаланып, осы жерлерден ілім алайық. Ілім алатын болсақ, сол ілімнің ортасына, маманына барайық. Құранда Аллах тағала айтады: «Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун». Білмесеңіздер, білім иелерінен сұраңыздар дейді. Намаз оқып үйренсеңіздер де, ораза ұстағыларыңыз келсе де, осындай білім ошақтарынан, мешіт медреселерден үйренсеңіздер, сіздердің ұстаған құлшылықтарыңыз, атқарған құлшылықтарыңыздың қабыл болуына, дұрыс болуына сол нәрсе кепіл болады. Аллах тағала осы жұма күнімізді мұбарак етсін. Аллах тағала ілім алуымызды, ілімді болуымызды баршамызға бұйырсын. Адасудан, алжасудан, қателесуден баршамызды Аллах тағала сақтасын. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik bi rahmatika.